Бізді бүгін облыстық шара Нариманың, ой, қалай көңіл күйі қалай? Нарима мен Ғабит ағайға сәттілік тілейміз. Бүгін бізде Мұқағали Мақатаевтың туған күні, соған орай облыстық шара өткелі жатырмыз. Колледжімізде колледж білім алушылар арасында облыстық Мұқағали өлеңдерін мәнерлеп оқудан. Бүгін бізде алғашқы қонағымызда бар екен, мінекей. Қай колледжден келіп отырсыз? Қызылорда шағын медициналық колледж. Оң болсын, жарыста жүлделі орын ал, бірінші орын ал. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне байланысты жырлайды жүрек атты үлкен шараға келіп тұрмыз. Не дейміз? Сәттілік дейміз. Қазақ барда мұқан бар. Мұқан барда мұқанның тәрбиесін алатын жастар бар. Ғабит сияқты ұстаздар бар да ұлттың ұстанымын ұлағаттайтын үлкен ақын жүректі жастар өсіп жатыр. Жастардың барлығына тек қана сәттілік пенен, өмірлеріне тәттілік тілеймін, істеріне нақтылық тілеймін. Ал Ғабитжан, іске сәт. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз өседі мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, алжығанға сарадық аланымыз. Боран ұлып бетінен боздағы шығарым, сылап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда дана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, құлыншақ пен қуыршақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып естімеді, адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күнен кесе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мұны отырған ананы көрдіңіз бе? Бірі күрсініп алды да отырған қарт ана өмірін баяндап берді бізге. Бүгін менің туған күнім ойпалай. Мың адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едіміз ма? Тәңірдің бір жаратпай-ақ қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей? Алалатып той шоғын үрлемей? Құшақ гүл шоқтан ақты. Мынау шабан, мынау ат міндемей. Мына жұртқа жақпадым бәденем, бекер өмір сүрдім бәдемен. Халқым, сен қасетін білем деп, босқа өмір мүтті мекен әуремен. Айтамын деп, қуанышы мұңымды, басқанаға бұрдым бәді жырымды. Мен бәрібір өзіңменен бір болам, өзегімнен тепсең тағымды. Тойланбасын нетейін, той көрмеқта, сый көрмеқта өтейін. Қаламымды берші маған бәлше, болашаққа ар жазып кетейін. Жүрегіме жүк артып жүргенімде. Айналғанда аядай қала шықты. Алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұлысады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран ұлып бетінен бозда ұшқан, суап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәбидейін өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып естімеді, адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күнен кейсе болғаны кешкіреді. Әнсіз өміріме қаңсымай ма? Өзегіңді өртеп кет жаншымай ма? Махаббатқа арнап бір ән шығарсын. Шәмілау, шәмшіғайда, шәмшіге ай, тағы да бір таңдандырсын, жындандырсын, жүректі жандандырсын. Мәңгі өлмес
махаббатым айта жер, мәңгілік өлмейтұғын ән қалдырсын. Махаббат бүгін және қарамады, жанымды жаралады. Шәміл-ау, білесің бе, бұл махаббат осылай қарамаудан жаралады. Мейлі ол қарамасын, түсінбесін, осылай асқақ болсын, кішірмесін, бастан ауып баратқан тал түсіме тағдырым көлеңкесін сүрмесін, ескермесін, білмесін, бұл фәниден алаңсыз өте көрсін. Дәрменсіз менің мылқау махаббатым, сірәді өміріммен өте берсің. Бұл сахнаның құдіреті бар. Бұл сахнаның құдіреті біліп тұрғаныңды ұмыттырады. Болмаса ұмытып қалғаныңды еске түсіреді. Жандандырып жібереді. Сені күлі қылып жібереді, болмаса үлкен жұлдыз қылып жібереді. Бұл сахнаның бәрін тапқан адам өзі қадір қасиетін түсінеді. Сені қос қарасаң, білмеймін ғой деп менсінбей кетсең, болмаса мен алып кете салам ғой деген жоқ. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпарды бекер айтпаған. Бағана Серік ағайымыз университетте бізге сабақ берген. Диплом защитада бізге жетекші болған. 5-ші жастан бастап сахнада келдік, кешеге дейін. Ғабит әріптесіміз, әрініміз сонау университеттен жаңа айтып жатыр ғой. Аздап шимагайтымыз бар, бала кезімізде, жазатымыз бар, оқитымыз бар. Республиканың сахнасын көргенім жоқ, осы мәнерлеп өлең оқудан. Бірақ облыстан кеше 2015-ке дейін орынды бермей келдік өз басымыз. Ол студент кезімізде, оқушы кезімізде, мұғалім кезімізде. Енді орындарды берейік. Және де сый-сияпаты бар екен. Осындай мәртінде жырлай жүрек ат облыс байқаудың ерекше көзге үздік өнер көрсеткен үшін 3-ші орын дипломмен Шаймерден Ерсұлтан марапатталды. Осындай мәртінде төленген алтын көл марапатталды. 3-ші орын. Осындай мәтінде 3-ші орынмен Бекен Қуаныш марапатталады. Жетекші рахметова Жанар апай. Дәрігер ма? Енді 2-ші орынмен осындай мәтінде марапатталады. Өмірбекова Әлия, жетекші Исламбек Аружан. Әлия мына қызба, молодец. Бақпен, сабырмен, дикциямен оққан қыздың бірі. Асып, таспай, Дәрігер ғой. осындай мәтінде 2-ші орын дипломмен марапатталады. Жүсіпбек Бек, жетекші Сәрсенбаева. Енді осындай мәтінде 1-ші орын алған үшін Батырханова Жұлдызай марапатталды. Бірінші орында екеуі де қуанады ғой сені. Бір ғана не бар? Қар өлең мәнерлеп оқу деген аты бар өзінің. Мәнерлеп оқу деген. Реті келсе мәнерлеп оқуға жеткізуге мән беріңіздер. Ана рөлге кетесіңдерді шалмай қаласыңдар сосын. Тамаша. Енді диплом ақиқат мұғалім ағатайдың туған күніне орай кәсіп техникалық білім беру ұйымдарының білім алушылар арасында өткен ақын өлеңдерін мәнерлеп оқудан жырлай жүрек ат облыс байқауда ерекше көзге түсіп үздік өнер көрсеткен үшін бас жүлде дипломмен марапатталады. Сәби болғым келеді sütü ağzından arılmagan Səbi bolğum gelid
сәби болғым, ана sütü аузынан арылмаған. Ана sütü аузынан арылмаған.